Өз әңгімемді, өз отбасымдағы өмірбаянымды айта отыра, біздің қазақ келіншектеріне бір керемет күш жігер болсын деп айтып жатырмын. Күш қуатты беретін Алла тағала, ризықты беретін, маңдайымызға жазған тағдырды, жолымызда кездестіретін азаматты, ол азаматқа шығуымыз, оған дейін болатын сынақ, онан кейін болатын сынақтардың бәрін жасап отырған Құдай тағала. Тіпті сол сынақтың ішіне кейде дуа сиқыр да кіріп кетеді, тіл көз да кіріп кетеді. Олай деп айтатыным, сол менің екінші қызым, ерекше қызым дүниеге келерде 2 күн бұрын 6 мартта менің әкем бірінші дүниеден озды. 99 жылы 8 мартта мен дүниеге қызымда келдім. Ол қызым енді 4 ай болды, 5 ай болды, 6 ай болды, 7 ай болды, басын ұстамайды. Сосын оған дейін де врачтарға қаратып жүргенбіз. Сонымен Оренбург шаһарына барып қызымызды қаратқан кезімізде диагнозды ДЦП, яғни сал ауру деп қойды. Содан жолдасымыз екеуміздің сол кездерде басталған, негізі мінекей 27 жылға тақап қалды ғой, ізден үстінде жүрдік. Неге менде ерекше бала бар, бұл баланы бізге Алла тағала не үшін берді, неге бұлай болды, тұқымдарымызда бұндай ауыратын бала жоқ, осындай сынақ бізге не үшін деген нәрселерді іздеп, біз шыны керек көпке дейін қабылдай алмадық. Жолдасым үнемі емдетейік деп. Сонымен біз атамыз, енеміз қайтты, әкем қайтты, атамыздың інісі қайтты, көптеген адамдар дүниеден озды, ауыр жағдайлар болып жатты. Сонда да жолдасымыз екеуміз үйімізді сатып, баланы қалаға келіп емдетіп, одан қаладан үй алып едік, қаладағы үйімізді саттық. Осы қаладағы үйімізді сатқан кезде үлкен сынақ болды. Жолдасым істі болды, басымыздан үлкен жағдайлар өтіп жатты, бірақ соған маямастан бір-бірімізден тату-тәтті болып, ұрыс жоқ, керіс жоқ, сүйіспеншілікпен, махаббатпен баламызды емдетіп, әрі қарай өмір сүріп жаттық. Енді бұл бір-екі сөздің ішіне сиятын нәрсе емес, бірақ осы бір қиындықтар кезінде бір-бірімізбен қол ұстасып, талай сынақты көріп, енді бәрі жақсы болады, қызым жақсы болып қалды ғой, оңға келіп қалды ғой, енді жүріп қалар деген үміттеніп жатқан кезімізде жолдасым аяқ астынан қайтты. 14 жылдық өмірімді сараптай келе, жолдасымның бір ренжітпей, үнемі маған, менен 5 жас үлкен болды, шынайы өзінің болмысымен, махаббатымен, мейіріммен, Аллаға деген керемет сондай көзқарасымен бізді да, балаларын да, өзінің тумаларын да ешқайсысын ажыратпай жақсы көргендігіне мен үнемі разы болып отырамын. Және де қазір енді намаздамыз ғой, дұғам да сол болды. Өйткені дұғамда болатын себебі, оны қазір айтамын.